Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қақырықты жібітіп, жөтеліңізді жоқ қылатын керемет тәсілді көрсететін боламын. Осы халық емін сіздерде жасап көріңіздер, сіздерге де пайдасы тиеді деген ойдамын. Видеоны қарамас бұрын подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта сіздермен көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге осындай орташа көлемді пияз қажет болады. Пияздың басындағы бөлігін кесіп тастадым да, ортасын пышақпен осылай ойып аламыз. Енді ішіндегі пияздың барлығын қасықпен ойып алып тастаймыз. Бізде тек қана пияздың сыртқы 2-3 қабаты қалса жеткілікті. Мінекей пияздың ішіндегі бөлігінің барлығын дерлік қасықпен ойып алып тастадық. Бізде осындай шұңғыл әдемі ыдыс пайда болды. Ойып алған пияздардың барлығын барынша ұсақтап турап аламыз. Пияздың үстінен бір дана сарымсақ, яғни чеснокты қабығын ашып қосатын боламыз. Чеснокты да барынша ұсақ етіп пышақпен турап алдым. Чеснокты үккіштің ұсақ көзінен өткізіп алсаңыздар да болады. Чеснокты ұсақтап турап болғаннан кейін пиязбен екеуін жақсылап бір араластырамыз. Оның үстінен имбирдің приправасын қостым. Егер сіздерде имбирдің өзі болатын болса, оны да турап қоссаңыздар да болады. Барлық қоспамызды араластырып болғаннан кейін жаңағы пияздың сыртқы бөлігіне осы салмамызды салып шығатын боламыз. Алдымен пияздың ортасына дейін, яғни жарты бөлігіне дейін салмасын салып аламыз. Үстінен 1 шай қасық толы балды қосатын боламыз. Бұл жерде балдың табиғи болғандығы маңызды, яғни дүкеннің балы жарамайды. Табиғи балды қосатын болсаңыздар, сіздер нәтижесін тез көретін боласыздар. 1 шай қасық балды қосып болғаннан кейін салмасын жақсылап араластырамыз да, оның үстінен тағы да қалған салмасын салып, ыдысымызды толтырып аламыз. Міне толып болғаннан кейін тағы да үстінен 1 шай қасық толы балды қосатын боламыз. Осылайша салмамыздың барлығын тағы бір араластырып алып, бетін жауып, 5-6 сағат уақытқа қоя тұрамыз. Осы уақыт аралығында пияздың, сарымсақтың шырыны шыға бастайды. Бұл жерде ескере кететін жағдай, егер сізде балға аллергияңыз болатын болса, онда сіз бұл сиропты пайдаланбағаныңыз дұрыс. Жалпы бұл сиропты дәрігердің кеңесін алып, содан соң пайдаланыңыз. Міне 6 сағаттан кейін пияз бен сарымсақтың шырыны шығып, бізде өте әдемі сұйықтық пайда болады. Осы сиропты шай қасықпен күніне 5-6 мезгіл ішіп отыратын болсаңыз, қақырықты жібітіп сыртқа шығаратын болады, яғни сіз жөтелден айығатын боласыз. Бұл ежелден келе жатқан халық емі болып саналады. Сіздер де пайдаланып көріңіздер, сіздерге де нәтижесін береді деген ойдамын. Достар, сіздерге видео пайдалы болған болса, подписаться батырмасын басып, каналыма жазылып алуды ұмытпаңыз.